Жолы дәмді тамағым, жолы менің жөніммен, мүшіріп тартқан табағым. Бас пен жамбастары тұрса, үлкен дермен құдаға, ескіре келген дәстүрім, тастарту күйеу балаға, дастарханда бауырсағым, қымышыға шайқайым, қазыларда жалжая ірімшікпен қорғайым, қазыларда жалжая ірімшікпен қорғайым. Құйрық бауыр құдай асатым бар қалтымда, қуырдардың дәмдісін қазағым білер тек қана, ниетіме жерім сай, пейіліме елім сай. Дәстүрлі менің тамағым, осындай менің қазағым. Дастарханда бауырсағым, қымыш бұлақ шайқайым, қазыларда жалжая ірімшікпен қорғайым. Бақтығали деген ағамыз бар, Саққожаұлы. Бұл кісі темелтанушы, қоғам қайраткері, Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың орденінің иегері, қоғам және мемлекет қайраткері. Бүгін арнайы Сәжиде ағамызды құттықтау үшін осы араға келіп отыр. Ана қорған, ана серік жұбайың, ана жұлдыз аспандағы күн айың, ризалығын алсаң болды қуанып, төрт құбылаң түгел болар лайым. Ана батыр, ана жомарт теңнеткен, бір қолы бесік, бір қолы әлемді тербеткен. Қайсар ана шыққан кезде бетпе-бет, жау адамда беттей алмас ешкімде. Қапа қылма, аналарды бағала, қадірлей біл, саналармен сарала. Алла өзі үш шәріптен қайтарып, жақсылықты жаса деген анаға. Бақтығали Айжігіт. Осы дүрмегіміз бұл жай ғана жиын емес. Бұл біздің өшкеніміздің жанып өлгеніміздің тірілгені, қазынамыздың қайтқаны, киелі дүниенің өзінің иесін тапқанының бір үлкен дәлелі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Раббым, я Раббым, я Раббым. Жаратқан жалғыз ием, хақ тағалам, құдіреті күшті Құдайым, көк тәңірім, жаратушы бір Аллам. Бізді осы күнге жеткізгеніңе, осы таңдатқызып осы күнді көрсеткеніңе, осы дәрежені бізге нәсіп еткеніңізге жаратқан Аллам сансыз шүкіршілік дедік. Я Раббым, ел бергеніңе, жер бергеніңе, тіл бергеніңе, діл бергеніңе, дін бергеніңе сансыз шүкіршілік. Адамзаттың баласы, қазақ деген ұлы даланы жайлаған, ұлы халықтың ұрпақ етіп жалғастырғаныңа
жаратқан ием, сансыз шүкіршілік дедім. Жаратқан Аллам, елімді, жерімді, халқымды сырттан келген жаудан, іштен шыққан даудан, көз астырмас жауыннан сақтай көр. Жаратқан ием, алайтынан келген апаттан сақтай көр, зілзаладан сақтай көр, әлемді жайлаған індеттен қорған сала көр. Ұрпағымызды саналарына сәуле, көкіректеріне нұр, жүректеріне иман ұялатып, арлы да нұрлы ұрпақ болып, бүкіл әлемнің қатарындағы халықтың алдынан көруді нәсіп етіп. Жаратқан ием, осы келген қадамдарыңыз құтты болсын, істеріңіз сәтті болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Тек осындай бір жақсылықта, тек қана осындай бір ұлы, осындай бір келелі жиындарда бәрімізді рухани бір құндылықтарымызды әспеттеуге жиналуды Алла нәсіп етсін. Аллаху акбар. Boyunda jurtımның argısı beni bergisi, kimi жетті